Достық. Таныс, бір жерде көрген, немесе бір жағдайда бірге болған адам. Сен кейде ол туралы ештеңе білмеуің де мүмкін. Дос деген, сен білетін, жақсы көретін, тілектес, ниеттес, жаныңа жақын адам. Ұл мен қызда, үлкен мен кішіде, көршілер мен алыс қалаларда, тіпті алыс мемлекеттерде тұратын адамдар, түрлі мәдениет өкілдері де дос бола алады. Достасудың көптеген жолдары бар. Ең қарапайым жолы адаммен амандасып, өзіңді таныстыру. Танымайтын адамдарға бірінші болып сөз бастау қиын болуы мүмкін, бірақ бірінші болып қадам жасаған дұрыс.